демалысқа барып келген соң чемодандағы киімдерді жинау бір төбе жұмыс, иә? Сіздерге сәнді жейдеммен гетрейди көрсете қояйын деп едім. Әйтпесе бұл чемодан жиналмай тағы бірер күн жатар ма еді? Ой, қыздар, демалыстың жалғыз бейнет осы. Ақ жейдеме дақ қоныпты. Қап бәлемай, қалай байқамай қалдым екен. Тез жуып жіберейінші. Пысық құрбыларым осы тазаны ұсынып еді. Көрейік, әдетте косметиканы анау жұрт мақтаған гидрофилді майлар ғана ертетін еді. Бұл таза гипоаллергенді өнім екен. Құрамында агрессивті химикаттар жоқ дейді. Содан ба назарым бірден ауған секілді. Мәссаған, ал керек болса. Дақ көз алдымда ағара бастады. Бұл өнім баурайын дедім ме, бірден нұсқаулығына көз жүгірттім. Кір және ыдыс жуатын машинаның барабанын тазалауға, ванна, раковина, еден, қабырға, терезе мен айна, шайнек пен кастрюльдер қақтарды тіпті ыдыс-аяқ жууға да пайдаланады екен. Раковинамды жуып, диванымды сүртіп, баламның кроссовкилерін де тазалап алдым ал. Тіпті аяқ жазып демалып алдым. Жейдем де 2 сағатта кеуіп үлгірді. Осындай илгектері бар жапанды стилі тренд болып жатыр айтпақшы. Аяғым алтын түсті туфлиімді киемін, образды әшекейлермен толықтырамын. Вуаля, образ дайын. Мен де бақыттымын. Жейдемнің дағы кетпегенде көңіл шіркін бұндай көтеріңкі болмас педі. Әзіл ғой, образ қалай. Ал таза брендіне тірлікті жеңілдетіп қуаныш сыйлаған үшін ақ алғыс.